Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін біз шарлотка деп аталатын пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Жұмыртқамызды жақсылап миксерлейміз. Әппақ көбік болғанша қант қосып, жайлап, араластырып, тағы да миксерлейміз. Енді сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Bir шай қасық қамыр қопсықыш саламыз, разрыхитель. Онымен араластырамыз еліктегі ұнымызға. Ұнымызды жайлап, електен өткізіп, массаға салып араластыратын боламыз. Осылай бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ішіне салатын алмаларымызды кубиктап турап алсаңыздар болады, майдалап турап алсаңыздар да болады, турап ішіне салатын боламыз. Туралған алмаларымызды қамырымызға салып, массамызға салып араластырамыз. Дайын болған массаны менде осындай формаға 22 сантиметрлік пергамент қағаз төселген. Осы массамызды ішіне құямыз. Бетін осындай алмалармен әдемілеп әсемдеуге де болады. Міне осылай әсемдеп шықтық. Енді осыны 180 градус пеште 40-45 минут пісіретін боламыз. Дайын болған пирогымызды осылай шпажкамен тексеріп көреміз. Егер таяқшамыз құп-құрғақ болса, пирогымыз дайын. Формамыздан осылай суыған соң жайлап шешіп аламыз. Ақырындап шешіп осылай алатын боламыз. Міне алмалы пирог бәлішіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болады. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеода кездескенше.